Сәлеметсіңдер ме? Бүгін атмосфера ауа жайлы сабақ өткізейік. Атмосфераның құрамы мен құрылысы деген тақырыпты қарастырсақ. Атмосфераның газдық құрамы. Енді бұл жатқа білуге тиіс мәлімет болып есептеледі, иә? Бәріміз білеміз деп ойлаймыз бастауыштан бері. Келесі, ауаның қабаттары. Ауаны біз қабаттарға бөлеміз, себебі ол қабаттарда ауаның өзіндік ерекшелігі, қасиеттері бар. Ауаның басты қасиеті не десек, ол оның температурасы мен ылғалдылығы. Яғни мына қабаттарда олардың температурасы мен ылғалдылығы, жалпы құрамы түгелдей өзгеріп кетеді. Сондықтан осындай қабаттарға бөлеміз. Тропосфера, жерге ең жақын қабаты. Енді тест жұмыстарында ол қалай келеді десек. Ауаның 80% жиналған қабат деп келеді тропосфера, яғни жер бетіне ең жақын бөлігінде ауа ең нығыз бөлігі болып есептеледі. Еще тропосфераның орташа қалыңдығы деген келеді. 11 километр. Бұл өте маңызды. Тропосфераның орташа қалыңдығы 11 километр. Енді кейбір бөліктерде ол қалың, мысалы экваторда 17, полюстерде, полярлық ендіктерде 9 километр деген. Сондықтан ол орташасын алсақ, онда 11 болып кетеді. Және тропосфераны ауа райы ас үйі деп атайды. Себебі ауа райы құбылыстары тек қана тропосферада болады. Яғни жаңағы жауын-шашын, жел, найзағай, бұлттылық десек, ол тек қана тропосферада болады. Жердің ауаның басқа қабаттарында ауа райы құбылыстары болмайды. Жаңағы қара аспан сияқты болып қана тұрады, ешқандай құбылыс, су, жаңбыр, жел ол жақта жоқ. Сондықтан тропосфераны ауа райы ас үйі дейді. Ас үйі деген сол жерде қалыптасады, пайда болады деген сөз ғой, ауа райы құбылыстары. Енді тропосферадан кейін стратосфера қабаты орналасады. Оның қалыңдығы өте жиі келеді, 50-55 километрға дейін созылған. Осы қабатта озон қабаты орналасқан. 50-55 километр, мысалы 17 километр ең биік тропосфера десек, одан кейін стратосфера басталып кетеді де, 22 километр биіктікте озон қабаты орналасады. Енді озон қабатын маңызын білеміз, күннен келетін зиянды сәулелерді қорғайды. Ол бүкіл жер бетіндегі тірі ағзалар үшін өте зиян сәулелер болып есептеледі. Ультрафиолет сәулелер. Келесі стратосферадан кейін мезосфера. Жаңағы 50-55-те стратосфера бітсе, 50-ден 80-85-ке дейін мезосфера орналасады. Мезосфераның ерекшелігі десек, бұл жерде метеорлар толығымен жанып кетеді. Біз білеміз, атмосфераның маңызы, ол бізді метеориттардан қорғайды. Әлемнен келген жаңағы метеориттер ауада үйкеліп жанып кетеді. Жануды қолдайтын оттегі газы оны жағып жібереді. Сонда көбінесе метеорлар осы мезосфера қабатында жанып кетеді. Тіпті стратосфераға да өтпейді. Бірақ әрине ол метеордың несіне байланысты, көлеміне. Егер метеор үлкен болса, ол жанып үлгермейді, тіпті жер бетіне түсуі де мүмкін. Яғни ол кесек тастар ғой, былайша айтқанда, аспан денелері. Олар жаңағы өте кесек болса, кейде тіпті стратосфераға да өтіп кетуі. Бірақ негізгі бөлігі 90% осы мезосферада жанып кетеді. Және мезосфераның ерекшелігі бұл ауа қабаттарының ішіндегі ең суық қабат. -75-90 градус болып тұрады. Сосын осы жердің ерекшелігі күміс бұлттар қалыптасқан. Күміс бұлттар деген не? Енді ғалымдар әлі оны дәлелдеп бере алмай отыр. Жаңағы мезосферада өте майда мұз түйіршіктері бар. Сол мұз түйіршіктері жылтырап көрінетіндіктен оны күміс бұлттар деп атайды екен. Ол осы мезосфера қабатында. Мезосферадан кейін термосфера қабаты кетеді. Аты айтып тұрғандай термосфера. Ол жерде өте ыстық. 2000 градусқа дейін барады екен. Және бұл жерде ғарыш кемесінің ұшуы дейді. Мысалы, ой туындайды, бұл жерде өте ыстық 2000 градус болса, оған мына ғарыш кемесі қалай шыдайды жанып кетпей, бұндай ыстықта деген. Оның себебі бұл жерде ауа өте аз, сирек, ауа азайып қалған, ауа бөлшектері өте аз болғандықтан, мына 2000 градус, мына жердегі 2000 градустағыдай сезілмейді, ауа аз болғандықтан. Сондықтан ғарыш кемесі жанып кетпей, осы термосфера қабатында орналасады.
Термосферадан кейін экзосфера, жердің сыртқы қабаты деген мағынаны береді. Шашырау сферасы, яғни ауаның жаңағы өте азайып шашыранды күйге өткен жері. Бұл экзосферада спутниктер ұшып жүреді екен, және бұл жерде әрине ауа өте аз болады. Мінекей негізгі ауа қабаттарының сипаттамасы, бұны жақсы біліп алу керек. Келесі тропосфера қабаты, жаңағы айтқанымыздай жерге жақын қабат, ерекшелік 80%, және мынаны жаттап алу қажет. Орташа қалыңдығымен мына недегісі экваторда 18 км, полюстерде 8-9, қоңыржай ендікте 10-12 км. Мына информацияны прям жатқа білу керек, өте жиі келетін сұрақ болып есептеледі. Так, енді сәйкестендіруде бұл бәрімізге түсінікті, жаңағы айтқанымыздай. Так, келесі. Ұшақ 11 км биіктікте ұшып бара жатса, ол қай қабатта ұшып жүр? Енді ол жаңағы ендікке байланысты. Экваторда болса, әрине тропосферада ұшып барады. Егер полюстерде болса, ол уже стратосфера қабатын өтіп кетеді. Өйткені жаңа сендермен айтқанымыздай, полюстерде 8-9 км. Осындай сұрақтар келуі мүмкін. Озон қабатының жұқаруы адам денсаулығына қандай қауіп төндіреді? Денсаулыққа өте зиян, және тек қана адам емес, жалпы тірі ағзалар үшін өте зиян болып есептеледі. Адам түрлі ауруға шалдығуы мүмкін. Сосын поляр шұғыласы, жаңағы айтқанымыздай, ол не болып есептеледі? Термосфера қабатында орналасады. Поляр шұғыласын біз жоғары солтүстік ендіктерден, Арктикадан, Антарктикадан көре аламыз. Көбінесе Норвегия, Финляндия, Ресейдің солтүстік бөліктері осы поляр шұғыласы мінекей пайда болатын ендік. Кейде северное сияние деп айтып жатады. Так, атмосфераның маңызын бәріміз жақсы білеміз. Жаңағы айтқанымыздай ультракүлгін сәулелерден сақтайды, метеорды жағып жібереді. Одан кейін ауа райы құбылыстары пайда болады. Құрамын жатқа білу керекпіз қабаттары. Так, келесі ауа райы дегенге келеміз. Ауа райы деген не? Ол не себепті өзгереді? Мінекей, мына қысқаша анықтамасын білу керек. Ауа райы тек қана тропосферада болады. Тропосфераның белгілі бір жердегі, өйткені әр аумақтың өзінің ауа райы бар. Оны бәріміз жақсы білеміз. Қысқа мерзімдегі жай күйі. Қысқа мерзім өйткені ауа райы құбылып өзгеріп отырады тәуліктің ішінде, аптаның ішінде. Енді осы ауа райымыз элементтер мен құбылыстардан тұрады. Бұл екеуінің айырмашылығы неде? Элементтер, ауа райының элементтері, ол атмосфералық қысым, ол температура, ол ылғалдылық. Элемент ауа райында үнемі болады. Ол мына ауа райын құраушы. Ол міндетті түрде болады. Кез келген ауаның қысымы болады міндетті түрде, қандай болса да. Жоғары, төмен, температурасы болады, міндетті түрде ылғалдылық. Кез келген ауаның құрамында су буы болады. Тіпті өте құрғақ шөл десек те, шөлді аумақтардың өзінде де ауаның құрамында су булары болады. Міне, бұл элемент, яғни міндетті түрде болады. Ал құбылыстар, ол ауа райын құраушы қосымша. Ол кейде болу, кейде болмау. Мысалы, жел кейде соғады, кейде соқпайды, жауын шашын бұлттылық деген. Сонда екеуінің айырмашылығы осыда. Енді мына элементтердің ерекшелігіне құбылыстар туындайды. Мысалы, қысым өзгерсе жел пайда болады, ылғалдылық артса жауын шашын пайда болады деген сияқты. Сонда жаңағы элементтерден құбылыстар қалыптасады екен. Енді ауа массалары, ол не нәрсе? Тағы да тропосфераның, яғни ауа массалары тек қана тропосферада болады. Осы тропосферада бір-бірінен қасиетіне не жатады? Температурасы, мөлдірлігі, ылғалдылығы. Мінекей ауа массасының 3 қасиеті. Температурасы, мөлдірлігі, ылғалдылығы. Жөнінен ерекшелік жасайтын үлкен бөліктегі ауа массалары. Мысалы, экваторлық ауа массасы, яғни бүкіл экваторды алып жатады. Келесі тропиктік ауа массасы. Олар өзара бір-бірінен температурасы, мөлдірлігі, ылғалдылығынан ерекшелік жасайды. Мысалы үшін экваторлық температурасы үнемі жоғары десек, жаңағы арктикалық температурасы үнемі төмен деген сияқты. Осындай негізгі 3 қасиеті арқылы бір-бірінен ерекшелік жасайтын үлкен көлемдегі ауаны ауа массалары деп атаймыз.
ауа массалары мыңдаған, тіпті миллиондаған шаршы шақырым жерді алып жатады. Жаңағы бүкіл экватордың бойын, бүкіл Арктиканы, бүкіл қоңыржай ендікті деген сияқты. Енді тәулік ішінде ауа температурасы неге өзгереді десек, әрине ол жердің өз білігінен айналуына байланысты. Ең бірінші. Жаңағы жердің күнге қараған жағында температура жоғары, түн болған жағында температура төмендейді, оны біз білеміз, түнде төмендеп, күнде жоғары. Термометрмен өлшенеді. Енді мына орташа тәуліктік температураны қалай есептейміз дегенде, оның мынандай формуласы бар. Қазір мысалменен қарастырайық, сонда түсініктірек болады. Мысалы үшін біз ауа температурасын 4 уақыт өлшедік дейік, таңертең -6 болды, түсте +4 болды, кешке -2, сағат 8-де қайтадан жылынды, мүмкін бір жыл ауа массасы келді, +3 болды дейік. Енді осы күнгі, дәл осы өлшенген бір тәуліктегі тәуліктік орташа температураны табу үшін не істейміз дегенде, мына минус таңбалы сандарды бөлек қосып аламыз. -6, -2, -8, +4, +3, +7. Үлкен санның таңбасын қоямыз, бірінен екіншісін аламыз. Сонда -1 болады. Міндетті түрде үлкен санның таңбасын қою керек біз. Так, енді жылдық орташа температураны қалай табамыз десек, мысалы үшін, тәуліктік орташа температураны күнделікті тәулікті, мысалы қазан айында күнде өлшесек, біз қазан айының орташа температурасын таба аламыз. Ол айлық орташа болады. Сосын айлық орташаның жиынтығынан жылдық шығуы мүмкін. Мысалы үшін жаңағы айтқан қаңтар айының орташасы -14 болса, ақпан айында -11, міне осылай 12 айдыкін өлшеп алсақ, біз жылдық орташа температураны таба аламыз. Бұнда не істейміз? Әрине, алдымен жаңағы сияқты минус таңбалы, мына кестенің ішіндегі минус таңбалыларды бөлек қосып шығамыз, -45. Кестедегі плюс таңбалыларды бөлек қосып шығамыз, +90. Сосын кейін үлкен саннан кіші санды алып, үлкен санның таңбасын қоямыз. Не жерде 12-ке бөлеміз. Өйткені біз өлшедік 12 ай. Сонда плюс 3,75. Мына жерде еще -4-ке бөлу керек біз, балалар. 4-ке бөлеміз, сондағы шыққан сан тәуліктік орташа температура болады. Мен слайдты ашып оқымай түсіндіріп кетіппін, мына жерде қате бар екен. Шыққан сан -1 болса, -1-ді 4-ке бөлеміз. Сонда тәуліктік орташа шығады. Мінекей, өйткені 4 уақыт өлшеніп тұр. Мұнда да солай, 12-ке бөлеміз, өйткені мінекей 12 ай, 12 рет өлшенген. Сонда плюс 3,175 градус болады. Енді қысым дегенге келетін болсақ, қысым ауаның жер бетіне түсіретін салмағы. Жерден биіктеген сайын ауа азаяды, яғни оның салмағы да азаяды. Қысымы төмендейді деген сөз. Сонда мінекей математикадағы сияқты тұрақты сан бар бізде, 10 метр сайын қысым 1 миллиметрға төмендейді. Яғни 1000 метрда 100 миллиметрға төмендейді деген сөз, Неге төмендейтіні түсінікті, Өйткені жерден биіктеген сайын ауа азаяды. Ауа аз деген сөз оның қысымы. Қысым салмақ, ауаның салмағы. Ауа аз, яғни салмағы аз, қысым төмен деген сөз. Сонда 10 метрде 1 миллиметрға төмендейді, 1000 метрда 100 миллиметрға төмендейді. Бұл санды әбден жаттап алу керек. Бұл тұрақты сан болып есептеледі. Енді мынау жерде 760 мм деген бар. Бұл теңіз деңгейінен өлшенетін тұрақты қысым деп аталады. Немесе қалыпты қысым. Қалыпты қысым қайдан өлшенеді? Теңіз деңгейінен өлшенеді. Ол қаншаға тең? 760 мм-ға тең. Бұл санды жаттап алу керек. Енді мінекей биіктеген сайын қысым қайта береді екен, төмендей береді екен. Ол биіктікке байланысты. Мінекей. Енді қысымды өлшейтін құрал барометр деп аталады, барометр. Енді қысым ерекшеліктері, одан қандай құбылыс туындайды десек, әрине жел туындайды. Жоғары қысым деген сөз ауа нығыз, төмен қысым деген сөз ауа аз. Яғни мына нығыз ауадан аз болып қалған ауаның орны бетіп толып тұрады. Ол мысал үшін бөлмеде ауа аз, далада ауа көп. Терезені ашсақ, даладан ауа келе бастайды. Себебі далада қысым жоғары, бөлмеде қысым төмен. Осыдан жел пайда болады. Яғни желдің пайда болу себебі не десек, қысым айырмашылығына.
Енді мына тұрған муссон желі туралы айтылған. Муссон желі деген мұхит пен құрлықтың арасында соғатын жел. Жаз кезі қайсында температура төмен? Мұхитта. Өйткені мұхит баяу жылынады, баяу суынады. Күн шықса да ол қызбай жатады. Ол жерде салқынырақ. Қай жақта салқын, сол жақта қысым жоғары болады. Сонда жаз кезінде муссон желі мұхиттан құрлыққа қарай соғады. Себебі құрлықта қысым төмен. Өйткені жазда құрлық қатты қызып кетеді. Қатты қызып кеткен кезде ауа сирек, аз болып қалады. Біз оны күнделікті өмірде байқаймыз. Жазда қатты ыстық болып кетсе, бізге ауа жетпей кетеді. Өйткені ауа аз, ауа сиреп қалды. Ауа аз болса, оның салмағы да аз, яғни қысымы төмен болады. Қысым дегеніміз салмақ, жаңа айтқанымдай. Сонда мінекей мына жақта жоғары қысым ауа нығыз, құрлықта төмен қысым ауа сирек, нығыз ауа сирек ауаның орнын толтырады. Сондықтан жазда муссон желі мұхиттан құрлыққа соғады. Қыста керісінше, қыста құрлық қатты суып кетеді, салқын жақта қысым жоғары. Мұхит баяу жылынады, баяу суынады дедік, яғни ол әлі суық емес, оның үсті жылы, сондықтан ол жерде қысым төмен. Сөйтіп, құрлықтағы жоғары қысымнан мұхиттағы төмен қысымға қарай қыста муссон желілері соғады. Сол сияқты бриз желі дегеніміз бар. Муссон желі бағытын қыста, жазда деп жыл мезгілдеріне қарай, яғни жылына 2 рет ауыстыратын болса, бриз желдері тәулігіне күндіз, түнде деп алмасады. Мысалы үшін мынау күндізгі. Күндіз неке плюс 15 градус, плюс 20 градус. Яғни қайсында салқын? Мұхиттың үстінде. Күндіз мұхитта салқын. Мұхиттан салқын жел құрлыққа келеді. Құрлыққа келіп қызған жаңағы ауа жоғары көтеріледі. Биікке шыққан соң ол қайта салқындайды. Қайта салқындайды да ол төмен қарай түседі. Яғни бриз желі тәулігіне бағытын 2 рет ауыстырады. Күндіз мұхиттан құрлыққа соғады. Түнде құрлықтан мұхитқа соғады керісінше. Өйткені түнде мұхит әлі де жылы болып тұрады. Өйткені ол жылу сақтайды. Судың қасиеті сондай. Құрлық тез суып кетеді. Қалай тез қызды, дәл солай тез суып кетеді. Яғни суық жақта қысым жоғары болып, құрлықтан мұхитқа қарай жел соғады екен. Жел өрнегі түсінікті. Мынау көкжиектің тұстары солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс. Оның ортасында аралық тұстары болады. Солтүстік, батыс, солтүстік, шығыс, оңтүстік, шығыс, оңтүстік, батыс деген сияқты. Енді мынада біз қарасақ, жел көбінесе қайдан соқты? Оңтүстік, шығыстан. Желдің басым бағыты оңтүстік, шығыс. Өйткені 8 күн сол жақтан соққан. Мынау бір айдың ішінде қай күні қай жақтан соққанына байланысты. Сонда басым оңтүстік шығыстан соққан.